Астаналықтар арқа-жарқа бүгін елорданың бірнеше аумағында құрылған этно ауылдар жұмыс істей бастады. Ұлық мереке қарсаңында тұрғындар эстрада жұлдыздарының өнеріне, палуандардың шеберлігіне тәнті болды. Сайыстарда мерекенің сәнін келтірді. Толығырақ той ортасында болып қайтқан әріптесім Алдияр Айтбаев баяндайды. Жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер шағы. Ұлыстың ұлы күнін думандатып тойлау қанымызға сіңген десек, артық айтқандығымыз емес. Жалпы, бүгіннен бастап жер-жерде Наурыз мерекесі тойланып жатыр. Әуелеген әннің күй күмбірімен концерттер өтуде. Көктем келіп қауышқан көпшілік мәз-мейрам күйде. Арқа-жарқа болып жүздескендер танысын танымасын бір-бірімен төс қағысып, сәлемдесіп жатыр. Наурызға жете берейік. Бейбітшілік болсын. Тойлатып жүре берейік. Қазағым әрқашан жасай берсін. Ой, мерекелік көңілге ерекше ғой. Қазақ елі әрқашанда жасай берсін. Көк туымыз көктей берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазағым жасай берсін. Әр қазақ жалғызымыз ғой. Көптің тілегіне бүлдіршіндер де өздерінше үн қосты. Жаттаған тақпақтарын жаңа жылда жарыса айтты. Көтеріп келген жолбасы Дастарханға, ой, бізген бірге жырлашы, Дастарханға елінің берекет ырыс сыйлашы. Наурыз гүл-гүлдем, сәнді еді арайлы, көлемде гүл-гүлдем, нұр шашын қарайды. Этноауыл сахнасында күміс көмейлер ән шырқат, мың бұралғандар би билет. Сахнадағы өнер өз алдына халықаралық көрме орталығында қолөнер шеберлерінің жұмыстары көпшілік назарына қойылды. Ben Ahmet Taşomcu, Türkiye'den geldim, İzmir'den. Түркияның Измир қаласынан келдім. Өзіммен бірге керамикалық қолөнер бұйымдарын әкелдім. Қыш өнімдерін жасау бойынша Гиннестер рекордтар кітабына есімім жазылды. 6 метрлік құмыра әзірлеген болатынмын. Ел президенті Ердоғанның өзі менен 20 құмыраға тапсырыс берген болатын. Осы ретте барлық түркі халықтарын Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Қазақ елі монументі маңында да ерекше мерекелік атмосфера. Бұл жақта Наурыз мерекесі сән салтанатпен аталып өтілуде. Көріп тұрғандарыңыздай сахнада эстрада жұлдыздары әннен шашуда. Ал мұз кілемде палуандарымыз өзара мықтын анықтау үстінде. Одан бөлек бұл жақта қол күрес, асық ату сынды сайыстар өтті. Иісі мұрынды жаратын тағамдар да әзірленді. Жеңгелеріміз қыстан шыққан сүрлерінен көже істеп көпшілікке таратты. Бұл Наурыз көжені сүрленген жылқының етінен дайындадым. Бұған міне жүгері, бидай қосылады, тары қосылады, сүрленген ет қосылады. Сол тұз, суымен, айранымен жеті түрлі нәрсе болады. Көже өте денсаулыққа пайдалы. Жаңағы адамның денесіндегі енді әртүрлі аурулар бар ғой. Енді қазіргі көптеген химикаттан көрі осыны ішсе адамның ағзасы қан айналымы жақсы болады. Ұлық мереке 3 күн бойы тойланады. Жәрмеңкелерде 200 тоннадан астам өнім сатылымға шығарылады екен. Алдағы күндері қалың қарашамен бірге Наурыз тойлауды жоспарласаңыз, Бәйтерек маңына да барыңыз. Ол жақта ұлттық ойындар мен сайыстар өтеді. Асық атып, алтыбақан теуіп, сергіп қайтуға болады. Алдияр Айтбаев, Иманбек Нұрғалиев, Еуразия бірінші арнасы.